Біз сізді Arduino негіздері курсының кезекті сабағына көргенімізге қуаныштымыз. Біз бүгін DS18B20 температура датчигімен танысып, онымен жұмыс жасайтын боламыз. Және де бізбен бірге қызықты экспериментті бірге жасайтын боласыздар. Бүгін біз сіздермен тағы да эксперименттік жұмыс жасау үшін Азатей YouTube каналында сіздерге арнайы видео түсіріп жатырмыз. Егер видео ұнаса, сілтемеге төменге басып, подписаться етіп, комментарий, лайк басуларыңызды сұраймын. Ал бүгінгі эксперименттік жұмысқа келетін болсақ, бүгінгі эксперименттік жұмыс температура датчигімен және де Liquid Crystal дисплеймен жұмыс жасау болып табылады. Қарапайым тілде айтқан кезде температураның мәнін LCD дисплейіне шығару болып табылады. Біз көріп отырғанымыздай керекті құрал-жабдықтармен таныстырып өтетін болсам, әдеттегідей Arduino Nano микроконтроллермен USB кабель, макеттік плата, тақтамыз, жалғағыш сымымыз және де бізге бүгінгі қажет болатын ең үлкен ол біздегі датчик, ол біздегі DS18B20 температура датчигі. Бұл температура датчигі минус 55 градус пен плюс 125 градус аралығында бізге көрсетіп береді температураны. Яғни бұл температура датчигі арқылы біз температураны біле аламыз. Осы температураны білу арқылы біздегі нақты мәнді шығара алатын боламыз температураны. Және де айта кететін жөн, температураның осы датчигінің үш шықпасы бар. Үш шықпа дегенде қазақ тілінде, ағылшын тілінде пен, қазақша біз шықпа деп алдық, яғни шығып тұрған, бұл жердегі шығып тұрған аяқтары, қарапайым тілде өздеріңіз аяқ деп алсаңыздар да болады. Осы аяқтарында көріп отырғаныңыздар үш шықпа бар. Біздің сол жақ ең шеткі нүктеміз ол бізде жерге тұйықталады, ол минус. Оң жақ шеткі нүктеміз ол бізде S, ол датаға айналу керек, және де плюс бізде плюс 5 вольтқа немесе 3,3 вольтқа жалғануы тиіс. Және де бізге ең соңғы керек болатын құрал жабдық, ол бізде LCD Liquid Crystal біздегі дисплейіміз болып табылады. Яғни экранға шығаруға арналған құрылғы. Біздегі күнделікті көріп жүрген автобустардағы немесе аялдамалардағы барлық экрандар осы дисплейға және LED-ға байланысты болып табылады. Және де сіздер көріп отырсаңыздар, бұл жерде сіздерде бұл жерде I2C модулі қосылған. Бұл I2C модулі арқылы біз I2C протоколы арқылы біз жұмысты жеңілдетеміз, және де сигналды беру жылдамдығы да тез болады. Және де бұл жерде даталармен жұмыс істейтін болғандықтан көріп отырсаңыздар, мынаның Liquid Crystalдың үстінде қаншама аяқ тұр. Осы қаншама аяқтың барлығын біз алдыңғы эксперименттік жұмыстарда, онлайн сервистерде біз минимум үстіндегі аяқтардың 6-ын жалғауымыз қажет болған. Ал I2C-де біз тек қана екі канал, екі шина жалғауымыз қажет болады. Ол бізде SDA және SQL. Ground және VCC олар жерге тұйықталады және де қорек көзінен жалғануы қажет. SDA мен SQL болып табылады. Біздегі негізгі көріп отырғандарымыздай, біздегі SDA Arduino Nano микроконтроллерінің жалғануы тиіс. Ол бізде A4-ші пенға жалғануы керек, яғни аналогтық бөліктегі 4-ші пенға. Ал SQL деп отырғанымыз ол бізде A5-ші, яғни A5-ші аналогтық бөліктегі 5-ші пенға жалғануы тиіс болып табылады. Көріп отырғанымыздай 4 аяғы бар. Мына жақта Arduino LCD дисплейіне біз I2C дисплейін жалғадық, модулін жалғадық. Және де екі шина арқылы біз даталарды, яғни данныйларды беретін боламыз. Ендігі кезекте біз осы даталарды жинау үшін макеттік платамызға әуелі бастан біз плюс пен минусты жалғап алу үшін әуелі бізде тақтаған бірінші плюсті, содан кейін минусты, және де осы екі жасағанды Arduino микроконтроллерінен астыңғы жағындағы
5 вольтпен ground портке жалғайтын боламыз. Плюсі ол 5 вольт бізде көріп отырғандарымыздай. Және де бұны groundқа жалғайтын боламыз. Groundқа жалғадық. Негізгі groundқа жалғадық. Енді кезекте температура датчигі. Температура датчигіне алып келеміз. Минусқа groundқа жалғау үшін мына жақтан көріп отырғандарымыздай groundқа жалғадық. Бір үшін макеттік платаға тағатын боламыз. Және де плюсті жалғауымыз үшін және де бір көкпен біз кеттік. Сарыны біз жерге тұйықтаймыз. Сарыны біз жерге тұйықтаймыз минусқа. Қызылды плюске жалғаймыз. Ал көкті Digital 12-ші пинға апарып жалғайтын боламыз. Төмендегі Digital 12-ші пинға апарып жалғаймыз. Толықтай жалғап болды. Ендігі кезекте бізде қажет болатын біздегі ground пен VCC-ді макеттік тақтамызға орнатамыз. Ол бізде жасылымыз бізде ground. Жасыл түсті ол бізде ground. Сол үшін ground болған үшін біз минусқа жалғайтын боламыз. Минусқа жалғаймыз. Қызылды біз плюске жалғаймыз. Плюске. Және де артын көрейік. Бізде бірінші STA және SKL. STA-ді біз A4-ші аналық типінің 4-ші пинін апарып жалғауымыз қажет болады. A4-ші пинға апарып жалғауымыз қажет болады. Бізде қызыл аяғымыз шығып жатыр. Екі жағын алмастырып көрейік. Және де қызылымыз бізде қоңыр оранжевый түсімізді біз енді A4-ші пинға жалғаймыз. Ал SKL-імізді біз A5-ші пинға апарып жалғаймыз. Және де бүгінгі схеманы толықтай жалғап болдық. Ендігі кезекте бізде компьютерімізге жалғауымыз қажет болады. Ол үшін біздегі USB кабелімізді алып келеміз. Осы USB кабелді алып келіп біз енді Arduino Nano ноутбугімізге немесе тағы да басқа құрылғымызға жалғауымыз қажет болады. Бүгінгі проекттің эксперименттік жұмысымыздың скетчін жазу үшін Arduino IDE платформасында жазамыз, және де скетчі жазу барысында бізге библиотекалар қажет болады. Бұл библиотекаларды біз скетчтің ішінен подключиться библиотекоден алатын боламыз. Біздегі ең бірінші библиотекамыз ретінде біз бұл жерден Liquid Crystal керек емес, өйткені біз I2C мен жұмыс жасайтын болғандықтан бізге управлять библиотекалардың ішінен Liquid Crystal I2C деген библиотеканы тауып алуымыз керек болады, және де осы библиотеканы енгізетін боламыз. Подключиться етуіміз керек. Қостық, енді келесі бізге қажет болатын Liquid Crystal I2C.h деген библиотеканы енгізіп алдық. Енді бізге Wire деген библиотеканы енгізу керек. Wire деген библиотеканы, бұл библиотекалар арқылы біз I2C библиотекалар бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Және де подключиться библиотеку OneWire деген библиотеканы енгізуіміз қажет болады. OneWire деген библиотека. Бұл да сканерлеу үшін қажет болады, яғни біздің I2C мен жасаған проектімізді. Және де тағы да ең соңғы
Биздеги ол бизде ең соңғы библиотека ол бизде Dallas температура, яғни temperature. Бұл DS18B20 деген библиотека үшін қажет болады, және де Liquid Crystalға объект құру үшін Liquid Crystal I2C дегенді алып, біз осы Liquid Crystal нижний пробел I2C дегенді алып, біз жаңа объект құрамыз. Liquid Crystal I2C LCD дейміз. LCD және де 0.27. бұл жерде біз 16-лық жүйе бойынша LCD-мізді жазатын боламыз, және де 16-да 2 ол біздегі LCD-міздің экранымыздың басылатын жері. 16-да 2 болуы қажет болады. Және де бізде жаңадан define ретінде памятке орын бермей, тек define арқылы біз one wire bus деп, ол температура датчигіміз бізде 12-ші пинға жалғанғанын көрсету үшін one wire bus дегенімізді көрсетеміз. Яғни бұл жерде бұл one wire bus деген айнымалы, және де ол памяттан орын алмайды, тек только define деген функция құру, define деген оператор арқылы біз 12 деген санды көрсетіп бере аламыз. Және де one wire'ға тағы да объект құратын боламыз. One wire және де жақшаның ішіне айнымалын жазатын боламыз. One wire bus 12-ші пинді көрсетіп тұратын one wire bus деген айнымалын жазатын боламыз. Ол onewire.h деген библиотекадан алынады. Сондықтан да onewire bus деген библиотеканы қосатын боламыз. Ендігі кезекте бізде температураның мәнін көрсету үшін Dallas temperature дегенді жазып аламыз. Бұған да объект құру керек болады, және де бұл жерде бізге сенсордан алу қажет болады, яғни бізде датчигіміз. Бұл бізде қажет болатын жақшаның ішінде one wire bus, яғни one wire объектіні беру арқылы біз айнымалыға беретін боламыз. Солай біз Dallas temperature sensors деген айнымалы құру арқылы, жаңа объект құру арқылы біз one wire 12-ші пиннен данный алатын боламыз. Sensors деген объект арқылы біз және де бұл жерде one wire деген объектіні құрамыз. Объект жақшаның ішіндегі объектіні беретін боламыз. Ендігі кезекте бізде setup функциясында болу қажет. Бұл конфигурациялайтын функция. Бұл конфигурациялайтын функцияда one wire begin деп жазамыз, өйткені біз one wire'ды қосуымыз қажет, және де бұл бізде датчигіміз жұмыс жасау барысында болу қажет, және serial begin бұл жерде де 9600 портқа қосамыз, яғни біздегі экран портына жалғауымыз қажет болады. Және де LCD инициализация жасауымыз қажет болады. Біздегі Liquid Crystal дисплейімізді инициализация жасауымыз қажет болады, және бұл инициализация кезінде бізде жаңа экранымыз бізде жарық көрсетіп беру үшін, жарықта болу үшін бізге көрінетіндей backlight деп береміз, яғни бұл біздегі дисплейімізді жарықтандыру арқылы. Және де LCD set курсорда бұл жерде 0-0 деп отырғанымыз басталатын біздегі 0-де матрица бойынша 0-ші бағанмен 0-ші қатар, осы 0-ші қатар мен 0-ші жолдан басталсын дедік set курсорды. және де LCD бізде print деп жазып, кез келген сөз жазсаңыздар болады. Кейбіреулер hello world деп бастапқы сөз жазады. Біз өзіміздің компанияның аты Azat AI деп жазып көрейік. Azat AI жазып, және де осы біздегі сенсорстың тоже бастапқысын беру үшін, басталуын беру үшін begin деген функциясын беруіміз қажет болады. Объектінің begin деген функциясы, бұл осы функция арқылы біз құратын боламыз. Және де loop функциясы бұл жерде бізге қайталағыш функция ретінде ендігі бізге керек болатын ол жерден Dallas, яғни DS18B20 температура датчигінен данный алуымыз қажет болады. Осы данныйды алу үшін sensors request жасауымыз қажет болады, яғни біз қабылдап алуымыз қажет болады. Запрос жібереміз, яғни ол қандай запрос болу керек? Ол бізде температура запрос, яғни біздегі температура датчигінен алатын данныйымызға запрос жіберуіміз керек. Temperature request temperatures S болу керек, яғни қазір қатемізді қайтадан жөндейік. Temperatures
болу керек, S болу керек. Сол кезде бізде оранжевый свет жанатын болады. Содан кейін бізде sensors request temperatures'тан кейін біз sensors'тан алған данныйымызды Dallas temperature библиотекасы арқылы Dallas temperature H библиотекасынан қосылатын болады. Солай біз request жасайтын боламыз. Және де бұл sensors request temperatures'тан бізге температураның мәнін қайтаратын болады. Және де LCD бізге set cursor, яғни 0-ші қатар мен 0-ші бағаны жазып болғаннан кейін ол келесі астына түсу керек. Ол бірінші жол мен 0-ші баған, яғни 0-ші баған бірінші жол. LCD-ға біз print ретінде бізге температураның мәнін беріп көрсін. Temperature деп жазып көрейік. Температура Celsius градуспен есептелетін температураның мәнін. Және де LCD print деп келесі астына print sensors объектіміз бойынша осыдан біз get temp by index, осы by indexтің ішіне 0 деп жазамыз, өйткені біздегі сенсорымызға жазатын, экранымызға шығаратын мәніміз температура деп болады. Яғни бұл температураның мәнін шығару үшін қажет болады, және де оның астынан Celsius градуспен есептелетінін шығаруымыз қажет болады. Бұл жерде 0 дегеніміз осы температураның Celsius градуспен шығарылатын, және де бұл әрқайсысы яғни характер бойынша 223 деген санды беріп кетуіміз қажет болады. Яғни экранға беретін сан мәндеріміз ол бізде характер болып табылады. Өйткені бізде оның үстіндегі градусы болғандықтан оны характерде беріп кетеміз, және де біздегі Celsius градуспен есептелетінін беріп кетуіміз қажет болады. Өйткені біздің serial яғни монитор портымызға біз println деп sensors get temp by index деп, яғни температураның мәндерін жазып кетеміз. Ол бізде характердің қайтаратын болады, яғни типі бойынша дұрыс қайтаратын болады деп есептейміз. Дәл осылай біз бүгінгі проекттің скетчін жазып болды. Сіздер бұл жерден температураның мәндерін өзгертсеңіздер болады. Celsius градусты Кельвин шкаласы бойынша немесе Фаренгейт шкаласы бойынша берсеңіздер болады. Және де осы жерден біз компиляцияға беріп жатырмыз. Компиляциямыз бізде дұрыс орындалу қажет, өйткені тиянақты түрде скетч жаздық деп ойлаймын. Компиляция ұзақ жүруде, бірақ дұрыс орындалды. Енді кезекте біз скетчті Arduino Nano микроконтроллерін жүктеуіміз үшін бізде платамыз Arduino Nano, процессорымыз Atmega 328P Old Booter және де комп 6-шы портқа жалғайтын боламыз. Скетчіміз жүктелуде, ұзақ жүктелуде негізінен, және де жүктелді, толық жүктелді. Енді бізден монитор портты ашуымыз қажет болады. Экранға шығарған температураның мәндерімен біздегі монитор порттың мәндері сәйкес келе ме, сәйкес келмей ме, соны бірден бақылауымыз керек. Және де монитор порт ішін ашамыз, инструменттің ішіне. Және де монитор порттың мәндері бізге көрсетіп тұрғандай 26-12, 26-12, және де бұл мәндер өзгеруі керек. Және де бұл жерде бізде температураның мәндерін шығарып беріп жатыр. Бұл дегеніміз температураның мәндері экрандағы мен дисплейдегі liquid crystal дисплей мен монитор порттың мәндері бірдей деген сөз. Және де бұл жерде температураның мәндерін өздеріңіз басқаша қылып жазсаңыздар болады, Кельвин, Фаренгейт шкалалары бойынша. Көріп отырғандарымыздай біздегі LCD дисплейімізді температураның мәнін көрсетіп жатыр. Температура өзгерген мәні, яғни температура датчигімен, осы датчикпен бізге мән беріп жатыр. Және LCD-да біз азатлей деген шығарып, және де температураның мәнін 29-75 немесе тағы да өзгеретін мәндерді шығаратын болады. Дәл осылай сіздер өздеріңіз тағы бір басқа проектті құрып жазсаңыздар болады. Негізгі бүгінгі жұмыстың мақсаты негізгі DS18B20 температура датчигі негізінен көбінесе ғимараттарда қолданылады. Кейбір үлкен ғимараттарда температураның мәнін
есептеу үшін мысалы 50 этаж, 120 этажда үлкен ғимараттарда температураның мәндерін есептеу үшін оларда бір-бірінен алыс қашықта басқаруға және де бізге температураның мәнін экранға шығаруға болады. Және де сіздерде өз үйлеріңізге дәл осындай қылып температура датчигі қолданып температураның мәнін экранға шығаратындай қылып жасап қойсаңыздар болады. Және де бұл цифрлық мән ретінде сіздерге көрсетіп береді. Және де бұл сіздердің ақылды үйлеріңіз бен ақылды қалаларыңызға өте қажетті құрылғы деп санаймын. Назарларыңызға көп рахмет. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Каналға жазылып, подписация етіп, комментарий, лайк қоюды ұмытпаңыздар.